Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз дәмі өте дәмді болып шығатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі сірне дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге қойдың құйрық майы, ет және картоп керек. Барлығын керекті мөлшерде турап алдым. Сірнеміз тез пісуі үшін етіміз бізде қойдың еті немесе жас малдың еті болуы қажет. Бұл сірненің басты құпиясы, қазанға өзінің майымен пісіреміз. Артық сұйық май ешқандай құймайтын боламыз. Өзінің майына піскен сірне асты қатпай, жабыспай, былқылдап, жұмсақ болып пісетін болады. Осылай майымыз еріген кезде біз етімізді салып, орташа отпен жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Достар, менің видеоларым ұнап жатқан болса, маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда бұйыртса өте пайдалы әрі қызықты оригинал рецепттармен бөлісіп отырамын. Өзіміздің қалауымыз бойынша тұз саламыз. Ет піскенше қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызға тұз салып, жұмыртқаны сумен араластырып, қамыр елейтін боламыз. Өзіме ыңғайлы болу үшін қамырды екіге бөліп дайындаймыз. Қараңыздаршы, сірнеміздің осындай өзінің майы бүлкілдеп, қайнап, әдемі болып шығып тұрады. Ет жартылай піскенде пиязымызды салып, қуырып аламыз. Оның үстіне картошкаларымызды салып, қазанымызды бекітіп, жауып қоямыз. Картошкаларымыз жартылай піскенге дейін нанымызды дайындаймыз. Осылай жұп-жұқа етіп, нанымызды жайып алдық. Енді бөліктерге бөліп, майлап, үстіне осындай сәбіз немесе жусай, өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Қамырымыздан роза жасайтын боламыз, сондықтан осылай дәл видеодағыдай орап, дайындап аламыз. Гүл тәріздес форма жасауға уақыт таппаған жағдайда қамырдың өзінен майлап қана жасауға да болады. Картошкамыз жартылай піскен кезде қамырымызды бетіне салып, жақсылап қазанымызды бекітіп пісіріп аламыз. Қорықпаңыздар, бұл жерде бір-біріне жабысып қалмайды. Сірнеміздің қамыры 5-10 минутта дайын болады. Мінекей, өзінің майына піскен сірне өте дәмді және қонақ келіп қалған жағдайда 1-1,5 сағатта дайын болатын керемет тағам.